Reminds you how beautiful the world can be. Yeah. Сәлем, құрметті көрермендер. Менің аты-жөнім Салтанат Әділжанқызы. Мен бүгін Эленор Портнардың Полианна кітабын сіздерге қысқаша түсіндіретін боламын. Кітап сүйер қауым болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма жазып, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі өзім оқыған, дене бойымнан өткізіп тебіренген кітаптарының видео обзорын міндетті түрде видеоға түсіріп сіздермен бөлісіп отырамын. Эленор Портнер авторының Полианна кітабында 11 жастағы Полианна атты қыз туралы. Шешесі ерте жасында қайтыс болып кетеді, әкесі дін қызметкері болады, әкесі өзі жалғыз қызын өсіреді, бірақ қыз 11 жасқа келген кезде әкесі де қайтыс болады. Содан кейін қызды жалғыз туысы анасының әпкесі болған мисс Полли өзі асырап алады. Полли Харрингтон өте қатал, суық және ауқатты әйел болады. Беттингвилл жерінде үлкен зәулім сарайында қаншама әдемі бөлмелер болса да, бірақ өзінің Полианна жиеніне қабаттардың ең жоғарғысындағы ең ыстық, қараңғы және де тар, төсектен басқа ештеңкесі жоқ бөлмені береді. Яғни бұдан біз нені ұғуымызға болады? Мисс Полли ол қызды махаббатпен өз қамқорлығына алған жоқ. Тек қана өзінің сіңлісінің алдындағы бір жауапкершілікті сезіп қана алған. Ол жалғызбасты әйел, жалпы өзінің қызметкерлеріне өте қатал, суық болады. Мисс Поллидің қолына келген Полианна ана бөлмені көріп, кейіннен өзі жалғыз қалғанда жылайды. Үй қызметшісі Нэнси деген қыз қатты ұялады. Ана керемет әдемі бөлмелер тұр, бірақ Полианна деген кішкентай ғана әп-әдемі сұп-сұлу, бетінде веснушкалары бар қыздың осындай бөлме бергеніне өте қатты ұялып, не істерін білмейді. Сол кезде Полианнаға айтады: Полианна, сен ренжімеші, тәтең сені жақсы көреді, бірақ білмеймін неге осы бөлмені берді деген сияқты айтады. Сол кезде Полианна: ештеңе жоқ, менде осындай бөлме болғанына қуанамын деп яғни айтады. Сол кезде ең алғашқы рет осы Нэнси көмекшіге әкесі екеуінің қуанышты тап, найди радость деген ойын туралы айтады. Бұл ойын әрбір келеңсіз ситуацияда бір жақсылықты көре білу. Яғни жалпы мына кітаптың девизі уметь радоваться при любых обстоятельствах дейді. Яғни кез келген бір жағдайда қуана білу керектігін үйрететін кітап. Бұл ойынның қалай шыққанын Нэнсиға ең бірінші рет осы Полианна былай түсіндіреді. Кішкентай кезінде ол қатты қуыршақ қалайды, бірақ оны сатып алуға кедейшіліктің кесірінен ешқандай бір қаражат болмайды. Әкесі дін қызметкері болғандықтан, дін қызметкері жалпы церковьтарға көмектесетін ұйымдарда балаға арналған қуыршақ жоқ, бірақ балаға арналған балдақ бар деп қуыршақтың орнына балдақты жібереді. Ана балдақты Полианна алған кезде қатты жылайды. Сол кезде әкесі ең бірінші: Полианна қызым, әрбір жағдайда жақсы жағын көруге ұмтыл. Бүгіннен бастап екеуміз қуанышты тап деген ойынды ойнаймыз деп сол кезден бастап кеткен екен. Енді балдақтан біз қандай қуанышты көре аламыз деп ойнайды. Сол кезде әкесі айтады: Полианна, сен осы балдақ саған керек емес екеніне қуан деп үйретеді. Міне, содан бері Полианна әрқашан осы ойынды ойнап жүреді. Және де Беттингвилл жеріндегі барлық адамдарға осы ойынды үйрететін болады. Бір ғана кішкентай 11 жастағы қыздың Беттингвилл қаласындағы адамдардың өмірін қалай өзгерткенін көрсеңіз, оны білу үшін тек қана мына кітапты оқып шығу керек.
Бұл кітап 250 беттен тұрады. Бар жоғы 2-ақ күн уақыт кетті. Және де менің өзім педагог болғандықтан осы кітапты міндетті түрде мектеп қабырғасында оқытылып, үйретілуі тиіс деген бір шешімге келдім. Бір аптасын арнаса да. Себебі бұл кішкентай кітаптан баланың шартсыз махаббаты айтылады. Және де сол шартсыз махаббатты басқаларға қалай үйрететіні туралы көрсетілген ең керемет кітаптардың бірі. Міне, егер де менің осы видеом ұнаса, және де осы кітапты сіздер оқып көрген болсаңыздар, немесе оқуға деген ынталарыңыз ашылса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі тағы қандай кітаптардың обзорын жасайын? Егер сондай кітаптар болса, міндетті түрде комментарийға авторын және кітаптың атын жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!